Қауымдастықтарымыздың өркендеуі біздің қолымызда, және біз бірлесіп күш салу арқылы әлемді жақсы жаққа өзгерте аламыз. Бүгін біз жергілікті бастамашыл топтардың күшімен 32 шағын жобаны іске асырған қоғамдық кеңістіктер жобасының жетістіктері туралы баяндаймыз. Қоғамдық кеңістіктер жобасы Атырау облысы Жылыой ауданында, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында іске асырылды. Мен вообще уже осыдан кейін мен YouTube, телефон қарамайтын шығармын, тек далада жүретін шығармын осыдан кейін. Бүгін көптеген балаларды көрдік, кәдімгідей ләззат алып ойнап жатыр мына жерде. Өте ол қуанышты жағдай. Жалпы енді осындай балдар үшін енді біздер жалпы қолдау көрсетуге тырысамыз. Содан біздің айналамызда жаңадай ойын алаңы жоқ, жаңадай көптеген нәрселер болмады. Соған біздің мусор болып отырған жерімізді, жаңадай қоқысқа айналып отырған жерімізді ойын алаңын қылғымыз келді. Бұрында біз кәдімгі бұндай жер парк болмаған кезде кәдімгі жерге теуіп жүретін болдық. Ал қазір салынғаннан кейін жақсы бәрі балалар ойнап жүр қазір. Бізде мына трибуна бәрі балалар бәрі кішкентай қуанып отыр, жақсы. Кезінде енді күннің астында мында өзімізде скамейкалар тұр. Енді осы трибуна салынғалы балалар отырады, үлкендер келіп қарайды. Бәрі өте керемет. Енді алдағы уақытта тағы да қаламыз көркейе берсін, осындай жаңа салына берсін. В городе Кульсары развивает инфраструктуру районного центра. Здесь дали в эксплуатацию еще 4 детские площадки, а также воркаут и волейбольную площадки. Новая воркаут-площадка. Қоғамдық кеңістіктер жобасын жүзеге асыруға бөлінетін қаражат көлемі 4 миллион теңгеге дейін. Жылыойдағы әлеуметтік нысандардың қатар артты. Құлсары қаласында 4 ойын алаңы, воркаут және волейбол алаңы. 28 қаңтарда басталған тренинг оқыту семинарлары Жылыой ауданына қарасты Алтауылда және Поранқұл ауылында өткізіліп, бүгін соңғы аялдама. Құлсары қаласы 13 жоба, Тұрғызба 5 жоба, Ақкестоғай ауылы 1 жоба, Шоқпартоғай ауылы 3 жоба, Жаңа Қаратон кенті 3 жоба, Қосшағұл ауылы 3 жоба, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Поранқұл ауылы 4 жоба. Осы площадка салынайын деп отырғанда мен өте қуандым, өйткені осы жерде ойнайтын жер жоқ болды, тек қана мусорлар болды. Енді мен күнде осы площадкаға ойнап келемін. Бір жағынан мен сауықтыру есебінде де ұйымдастырдым. Себебі балдарды мен жаз мезгілінде бұл жерге жалаңаяқ қоя бердім. Жалаңаяқ қоя берген себебім біздерде қазір жалпақ табандылық өте көп. Сондықтан мына табанында, балалардың табанында тамырлар көп болады, өте көп. Солар менен жұмыс жасағым келіп бір жағынан бұл емдеу мақсатында бір жағынан. Ойын алаңдары бар, спорт алаңдары бар, жазғы сахналары бар, ауылдарға қондырылып жатырған. Не болмаса көше жарықтандырулары бар. Осының барлығын ауылдағы белсенді топ, ауылдың өздерінің жанашитын азаматтары өздерінің күштері арқылы іске асырып жатыр. Үлкен кісілеріміз көшеден жүріп өткен кезде есік алдарында отырады, бір-бірімен сөйтіп есік алдынан келіп жүреді. Сол үлкен кісілеріміз шаршамасын деп осы саябақты салып, осы жерге келіп демалсын. Мындай спорт алаңдары бар, балдар ойнауға ыңғайлы, качеляға отырады. Барлығы сол аясында жасалды. Біздер Азиядағы Евразия қорының ұйымдастырумен және де Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің демеушілігімен осы жерге 4 жоба ұтып алған болатынбыз. Бұл жерде кішігірім саябақ, бұл саябақтың көлемі 120-да 90. Бұл жерде біздер балаларға ойнайтын алаң, ролик тебетін алаң, және де қысқы мезгілде бұл жерге су құйып, коньки тебетін алаң есебінде жасадық. Және де сонымен қоса бұл жерді жарықтандыру, жерді тротуарлар төсеу, сонымен қоса осы ауылдың тұрғындарына арналған кішігірім сахна салған болатынбыз. Офлайн тренингтар мен семинарлар саны 9, онлайн консультациялар 207, тренинг қатысушылары 199, өтінімдер саны 55.
Шағын жобалар саны 32, әлеуметтік нысандар саны 26, оның ішінде балалар ойын алаңы 13 жоба, саябақтар 4 жоба, воркаут тренажер алаңдары 5 жоба, монумент 1 жоба, шағын футбол алаңы 1 жоба, футбол алаңына арналған шағын трибуна 1 жоба және 1 волейбол алаңы. Шағын жобалар қатысушылары 490, әкімдік өкілдері 17. Бенефициарлар саны 21 мың. Қауымдастықтың үлесі 34 миллион теңге және 450-ден астам ағаш отырғызылды. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар саны 80. Жоба Орталық Азияның Еуразия қоры бастамасымен Теңіз Шеврол жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылай қолдауымен ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсарту үшін жергілікті үкімет пен бизнес өкілдерімен бірлесе отырып, жергілікті белсенділер мен тұрғындарды қоғамдық инфрақұрылымды жетілдіру үрдісіне жұмылдыру, әрбір тұрғынның өз қаласы мен ауылының дамуына, гүлденуіне жауапты екендігін және оған бірлесіп күш салу арқылы қол жеткізуге болатындығын түсіндіру мақсатында басталды. Мақсатқа жету үшін жоба командасы өз алдына бірнеше міндеттер қойды. Жергілікті халықтың назарын өз қауымдастықтарындағы проблемаларды шешуге аудару, халықты жобаларды әзірлеу мен жобалауға үйрету, жергілікті биліктің қолдауымен белсенді азаматтармен инфрақұрылымды жақсарту бойынша жобаларды іске асыру. Көтерілген мәселелерді шешу үшін және қауымдастық белсенділер мен тұрғындарды ынталандыру үшін белгілі бір білім, жаңа дағдылар, инновациялық тәсілдер мен нақты механизмдер қажет. Еуразия қоры жоба аясында әр елді мекенде қауымдастықты жұмылдыру семинар тренингтарын өткізді. Тренингтің мақсаты жергілікті тұрғындардың назарын өз қауымдастықтарындағы проблемаларға аудару және осы проблемаларды өз күштерімен шешу мүмкіндіктерін талқылау болды. Нәтижесінде жоба идеясын жергілікті белсенділер де, жергілікті әкімдік өкілдері де түсініп, толығымен қолдау танытты. Қоғамдық кеңістіктердің жобасына қатысып жүргеніме биыл 3-ші жыл, мынау дейтін 3-ші жол ашып отырған. Кішкентай өзінің ауылына деген саябағы болды. Бұған дейін шаруағы да ешқандай нәрсесі болған жоқ. Енді өзі қоғамдық кеңістіктер мен шоуның қаржыландыруымен осындай мүмкіндік туып, осы паркымызды, саябағымызды ашып отыр. Сол біздің мақсатымыз орындалып, қазір бүгін мына Мерей ойын сауық алаңын және воркаут алаңын ашып жатырмыз. Бүгін ашылу салтанаты қазір. Осындай көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Ауылымыздың көркеюі, еліміздің көркеюі деп білуіміз керек. Сондықтан мына өсіп келе жатқан жас буынға сөзбен жасағаннан гөрі осындай іспен дәлелдегенді жөн көрдік. Бұл алаңы өйткені мына қазір қаракөз қарындастарымызға көптеп жағдай жасалмаған сөздің шыны. Мына бәрі деген көбінесе мына воркаут алаңы болсын, детский площадка болсын, футбол алаңы болсын, бәрі көбінесе ер балдарға арналып жасалған. Бұл қыз балдарға деп өзім арнайылап осы жобаны жасаған болатынмын. 22-де балалар алаңы, спорт алаңын салсақ, биыл балалар алаңын салып отырып, ал осы тұрғындардың күшімен, ынталы тобымен жасалдық. Осындай алаңдарымыз ауылымызға көптеп салына берсін дейміз. Тек балдардың қуаныштарына тоймай жүре берейік. Сөз соңында шағын жобаларға қатысушылардың және барлық тұрғындардың атынан біз Теңіз Шеврол компаниясына әлеуметтік жобаларды қолдағаны үшін жергілікті белсенділердің керемет идеяларын іске асырудағы түсіністік пен сенім танытып және қаржылық қолдау үшін алғыс айтамыз. Теңіз Шеврол жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ары қарай өсіп өркендеп, жаңа табыстар мен жетістіктерге жете беруді тілейміз.